Сәлем балақайлар. Бүгін мен сендерге Бала Айдаһар атты ертегі оқып бергім келеді. Бала Айдаһар алыптар отбасында дүниеге келді. Атасы аузынан от жалын шашып, әлемге аты шыққан. Ал әкесін жұрт ұзын бойлы деп атап кеткен. Өйткені оның бойы шынымен де аспанмен таласқандай биік еді. Тіпті күнге жетуіне сәл-ақ қалған. Олма, ағалары мен әпкелері де алып денелі мықты болатын. Ал анасы тұтас бір ауылды құйрығын бірақ сілтеп, үлкен апаттан аман алып қалған. Міне көрдіңдер ме? Мынау оның атасы, аузынан от жалын шығады. А міне оның әкесі, қандай бойы ұзын. А міне оның анасы, шынымен де құйрығы қандай үлкен. Құйрығымен бірақ сілтеді, үлкен толқынды кері қайтарып жіберді. Сонда су адамдарға келмей, адамдардың бәрі аман қалды. Үлкен ағасының көзі мірдің оғындай өткір еді. Ол 100 метр жердегі шыбынды да көре алатын. Тіпті ақырын үрлеп, ұшып бара жатқан бағытынан жаңылдыратын. Бірақ бұл шыбындарға ештеңе болмайтын. Тек сәл-пәл басы айналғаны болмаса. Міне оның үлкен ағасы қандай үлкен. Алыстағы шыбынды да көріп, үрлеп олармен ойнайтын. Жолынан жаңылдыратын. Міне үлкен ағасының жұмыртқасы. Ал міне салыстырғанда кішкентай Айдаһардың жұмыртқасы. Кішкентай ғана болады. Ал әпкесі аяғына жұқпайтын, жел аяқ болатын. Ол жерде қалай тез жүрсе, көкте де дәл солай тез ұшатын. Кербездігінде шек жоқ. Ұшқанда қанатының сусылы да естілмейтін. Осылайша әпкесінің қалай келгенін ешкім де білмей қалатын. Тағы да бір ағасы бартын. Ол да әкесі сияқты алып болатын. Айналадағыларды таң қалдыру үшін осының өзі жетіп жатыр. Зор денесіне бола, адамдар оны ерекше жаратылған деп ойлапты. Міне қандай ағасы үлкен. Қарашы, ағасы мен ағаштар. Салыстырып көрейік, ағаштар сондай кішкентай. Ал жұмыртқасы қара қандай үлкен. Міне кішкентай Айдаһардың жұмыртқасы. Міне ағасының жұмыртқасы. Балақай өзінің ағалары мен әпкесіне мүлде ұқсамайтын. Ол үйдің кенжесі еді. Әрі өз жасынан кіші көрінетін. Тіпті оны көргендер саусағын шошайтып күлетін. Сол үшін ол өзін қорқыныштымын деп санайтын. Бірақ қорқыныштымын дегенде басқа Айдаһарлар сияқты қорқытып үркітетіндей емес, керісінше тым кішкентай болатын. Міне, кішкентай Айдаһар әпкесімен және ағасымен. Сен ерекшесің, деп мейірлене айтатын анасы, ерекше жаратылғансың. Сен жарылған жұмыртқадан шыққан әлемдегі жалғыз Айдаһарсың. Бұл дегенің нағыз ғажайып емес пе? Әлі-ақ ағаларыңдай үлкен алыпқа айналасың. Сәл-пәл шыдай ғой балам, деп анасы Айдаһарды жұбататын. Бірақ бұған кішкентай Айдаһар жұбана қоймайтын. Бұл түрімен ешкімді таңғалдыра қоймаспын, деп ойлайтын ол. Тіпті Айдаһар емес сияқты жападан жалғыз қалғандай. Байғұс балақай не істерін білмеді. Басқалар сияқты ерекше қасиеті қандай екен деп ол ойлайтын. Міне кішкентай Айдаһар қояндармен, торғаймен ойнайтын. Сен өміріңде бір рет болсын аузыңнан жалын шығарып көрдің бе? Деп сұрады бірде атасы. Бәлкім бұл қасиет саған да дарыған шығар. Кім біледі? Қане балақай?
деп сосын ұсыныс айтты атасы. Алайда балақайдың аузынан жалын емес сыздықтаған түтін ғана шықты. Міне түтін шықты. Көрдіңдер ме? Күнде жаттықсаң үйреніп кетесің, деп жымиды атасы. Мүмкін ертең тағы байқап көрерміз. Міне атасы мен кішкентай айдаһар. Бірақ бәрі көмектеспек болған сайын балақай өзін түкке тұрғысыз сезінетін. Ол мықты емес еді, тіпті үлкен де емес. Жерден көтерілейін десе, кішкентай қанаттарының күші жетпейтін. Ақыры түк шықпады. Ол өзінің алып айдаһар емес екенін, ешқашанда өз туыстарындай мықты бола алмасын сезінді. Сөйтіп балақай одан сайын тұнжырай түсті. Міне балақай өзінің достарымен ойнап жатыр арқан тартысып. Борсық, қоян, тиін, кірпі. Бір күні бала айдаһар әдеттегідей орманға бет алды. Бұл жақта мүлгіген тыныштық, ал ең бастысы ешкімде мазасын алмайды. Аспандағы құстарға қарап, олардың қалай ұшатынын бақылады. Сосын құмырсқаларды көрді. Олар кішкентай болса да мықты еді. Енді бір қарағанда ағаштарды сұлатып, тоған жасап жатқан құндыздарға көзі түсті. Барлығы да бір-біріне ұқсамайды. Әр қайсының ерекше қасиеті бар еді. Міне, көрдіңдер ме? Мына жерде құмырсқалар келе жатыр. Олар жапырақ тасып жүр. Міне бақа отыр. Міне құстар ұшып жүр. Міне құндыздар ағашты сұлып, тоған жасап жүр екен өздеріне. Күн шуағын аямай төгіп тұрды. Бала айдаһар мүк басқан жұмсақ төмпешікке жайғасып, ұйықтап кетіпті. Кенет қорқынышты бір дауыс естілді. Қараса, аңдар жан ұшыра өрттен қашып барады. Орман қып-қызыл өртке ораныпты. Жолында кездескенін аяйтын емес. Міне бүкіл жануарлар қашып жатыр оттан. Тиген қашып бара жатыр. Міне қоян, елік, тышқан қашып бара жатыр. Шошып кеткен балақай үйдегілерді көмекке шақыру үшін тұра ұмтылды. Өйткені жалғыз өзі ештеңе бітіре алмасы анық еді. Алайда анасының қанаты отты одан сайын өршелендіре түсті. Жерге жетейін десе, әкесінің бойы тым ұзын. Ал атасы жалын шығарғаны болмаса, оны өшіре алмайды екен. Сөйтіп олардан еш көмек болмады. Міне, анасы қалай уайымдап жатыр. Міне әкесі, атасы, бәрі кішкентай айдаһарға көмектескісі келеді. Бірақ көмектесе алмай жатыр екен. Кенет балақайдың ішінде бір өзгеріс болғандай көрінді. Алдымен артқы аяқтары шаншыды, сосын сытыр-сытыр еткен дыбыс шықты. Кішкентай айдаһар тамырларын қуалап, мұздай су жүріп өткендей сезінді. Бәрі оған аузы ашыла қарап қалыпты. Міне, анасы, әкесі қарап тұр. Ал айдаһар таң қалды, өйткені оның ішінде бір өзгерістер болып жатты. Балақай өз табанын көріп қатты таң қалды. Олар мүлде басқа күйге еніпті. Қою жасыл түстен аспандай көк түске өзгере қалыпты. Бұдан бөлек қабыршағы да жып-жылтыр мұз сияқты жылт-жылт етті. Бала айдаһар өз көзіне өзі сенбеді. Міне қараңдаршы, енді ол жап-жасыл емес, ол аспандай көк түске айналды, мұзды айдаһар болып шықты. Ол терең дем алып, деп ақырып кеп қалғанда суық ағын атып шықты. Бұл ағын жалынды қатырып тастады. Сөйтіп өрт те сөнді. Орман қайта мүлгіген тыныштыққа орнады. Міне айдаһар деп аузынан мұз шашып жібергенде бүкіл жалын от сөнді де қалды.
Бәрі аяқталғанда орман тұрғындары жақындап келіп, бала Айдаһарға алғыс айтты. Туыстары да қуанып, құттықтап жатты. Осылайша балақай бұған дейін ешбір Айдаһардың қолынан келмеген ерекше қасиетке ие болды. Барлық Айдаһар от шашса, бала Айдаһардың аузынан мұз атқылады. Сөйтіп ол әлемдегі ең алғашқы мұзды Айдаһарға айналды. Оның қуанышында шек жоқ еді, өйткені ол өзінің ерекше қасиетін тапқан болатын. Міне қандай көңілді Айдаһар. Міне оның достары келді, басқа аңдар келді. Оны бәрі құттықтады, рахмет айтты. Ал осымен ертегі аяқталды. Кездескенше сау болыңдар.